Қайырлы күн достар. Бүгін біз күріштен керемет тамақ жасайтын боламыз. Ең алдымен шемішке майды осылай құйып алатын боламыз. Және де қазанға 2 сапар кесе суды қайнатып қоюды ұмытпаңыздар. Бір пиязды осылай майдалап турап аламыз. Майымыз қызғаннан кейін бетіне салып қызартып қуырамыз. Және 200 граммдай етті турап алғаннан кейін оны да салып қуырып аламыз. Қызарып қуырылғанша осылай күтесіздер. Сосын бетіне суды толтырыңқырап құйып 20-30 минутқа қойып қоясыздар. Әрі қарай 2 сапар кесе суды қазанға алдын ала қайнатып қойғаннан кейін 5-6 қасық шемішке май қосасыздар үлкен қасықпен. Және мен 2-3 сапар кесе күріш салдым. Бір қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Картошка, сәбіз, чеснокты кубиктап турап алатын боламыз. Және 20 минуттан кейін қайнатып қойған еттің бетіне салып, және де бір уыс ұнды осылай салып араластырып қуырамыз. Сосын бетіне су құйып, тағы да 20-30 минутқа қойып қоятын боламыз. Міндетті түрде араластырып отырамыз арасында. Тұз, бұрыш, чеснок және де тағы да қандай қоспалар бар қосып дайындап пісіреміз. Және бетіне міндетті түрде піскен күріштің араластырып жүгері салатын боламыз. Сосын әрі қарай осылай дайын болған күріштеріміздің барлығын салып кесені ішіне қойғаннан кейін барып салып алатын боламыз. Мен қалай жасап жатырмын, видеода дәл солай жасаңыздар достар. Сосын бетіне салмасын құятын боласыздар. Міне мен тамақты осылай дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер, маған жазылыңыздар, лайк басыңыздар, түсінбегендеріңізді комментарийге жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін достар. Міне күріштен жасалынған тағамымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шықты. Сау болыңыздар.